Алыс бір қазақ ауылында логика мен математикаға аса құмар бір бала өмір сүріпті. Аты Айбар. Ол кез келген заттан есеп шығарып, оның шешімін табуды жақсы көретін Айбар. Бүгін атам маған қазақтың байырғы есептерін үйретемін деді. Қызық, олар қандай болды екен? Ақсақал, кел, балам. Бүгін сен нағыз кәзлоджик боласың. Қазақтың ежелгі есептері тек сандар емес, өмірдің өзі. Бәрі табиғаттан туған. Қойшы, ай, балалар. Мына есепті шығара аласыңдар ма? Менің 4 қора қойым бар. Әр қорада бірдей қой. Төртеуін қосқанда 100 қой болады. Әр қорада неше қой? Айбар, 100-ді 4-ке бөлем. 25. Бір қорада 25 қой. Ақсақал, дұрыс, балам. Бұл байырғы қазақтың 4 қора қой есебі. Мал санау біздің ата-бабамыздың күнделікті математикалық өмірі болған. Дихан 3 адам бидай жинады. Біріншісі 3 қап, екіншісі 5 қап жинады. Ал үшінші ештеңе жинамады, бірақ бәрімізбен бірге жет. Ол қанша ақы төлеуі керек? Айбар, бұл бірдей бөлісу есебі. Үшеуі 8 қапты тең бөліссе, әр қайсысына 8 3 қаптан тиеді. Үшінші адам екеуінің үлесін жеді. Оны есептеп, біріншісіне 1 қап, екіншісіне 2 қап ақы беруі керек. Дихан, дұрыс айтасың, балам. Айбар, ата, бүгін түсіндім. Қазақтың байырғы есептері күнделікті өмірдің өзі екен. Ақсақал, иә, балам. Математика тек қағаздағы формула емес. Табиғатта, шаруашылықта, өмірде қайда қарасаң да логика жатыр. Сен мәртебелі кәзлоджик болуға толық лайықсың. Қазақтың байырғы есептері даналықтың кілті. Ал бұл тек басы ғана.